Қазығұрт оқиғасы. Нұрғали Ораз. Жаңа трассаның бойымен көлігі жүйткіп келе жатқан жолаушының көбі осы бір тұста селт етіп басына көтеріп алдыңғы жаққа тесіліп қайыр қалушы еді. Өйткені асфальт жолдың бір қалыпты ырғағына бойы үйреніп, бейжай күйге ене бастаған олар сырт көзге қораш, аласа дөңнің үстіне қалай шыға келгенін байқап та үлгермейтін. Кенет өздері аңдамай қалған сол аласа дөңнің тасасындағы ойда жасырып жатқан үлкен ауыл қарсы алдынан күтпеген жерден жамырай көрінгенде еріксіз елең ете түсетіндері содан. Міне, осы ауылдың орталық тұсындағы анау бір кең көшеде аудан басшыларының үйлері тұрады. Еңселі қақпақ, биік үй, ойылып жасалған шарбақ қоршаулар, ауладағы райхан гүлдері сол маңнан өткен жүргіншілердің назарына өзін бір аудармай қоймайтын. Расында да бұл өзі аудан орталығының ең тыныш та көрікті жер еді. Алайда сол әсем үйлердің бірі кенеттен үлкен қайғыға душар болды. Отағасы қызмет бабымен облыс орталығына асығыс бара жатқанда машинасы көлденең кезіккен тракторға соғылып, ауыр халде ауруханаға түсті де кеш бата дүниеден қайтты. Сөйтіп марқұмның кәрі анасы, сүйген жары, шиеттей бала шағасы ашық күнде төбелеріне жай түскендей есеңгіреп қалды. Мәйітті үйге бір күн аялатқан соң ертеңіне жерлеу рәсімі басталды. Жаназаға өте көп адам жиналды. Еңсел қақпақтың жанында бүйіріне қара жолағы бар пұшық автобус келіп тоқтады. Оркестр қаралы музыка ойнады. Бір топ айдан үйден марқұмды табытқа салып көтеріп алып шыға бастады. Сол кезде кәрі анасы аһ ұрып, ақтық сапарға аттанып бара жатқан жалғыз ұлын құшақтамақ болып алға ұмтылды. Кешелі бері жылай-жылай әлсіреп, әбден қалжыраған шүйкедей жанды бірнеше кісі жан-жағынан сүймелеп ұстай алды. Сөйтсе де ол жалғыз ұлы жатқан табыттың аяғын құшақтап, маңдайын бір басып үлгерді. Содан соң кәрі ананы әлдекімдер қолтықтап әкеліп жеңіл машина отырғызды. Қасына келіні келіп отырды. Алдыңғы орындыққа тағы да бір кісі жайғасты. Сосын жеңіл машина қамшы күтпес жорғадай лып етіп қозғалды да табыт салынған автобустың соңынан ерді. Олар жолда едәуір ұзақ жүріп келеді. Қалай қарай бет алғандарын алғашқы кейуана түсінбеді. Әйтеуір ауылдан да, ауыл шетіндегі зираттан да әлде қашан ұзап кеткендерін сезді. Бір кезде алдағы автобус трассадан кілт бұрылып, сонау жақта көз ұшына мұнартып көрінген Қазығұрт тауына қарай сойылып жатқан жылан ирек жолға түсті. Кейуана енді ғана есін жиып, қасында отырған келіннен: «Қарағымды қайда алып бара жатыр?» деп сұрады, естілер-естілмес қана күбірлеп. «Туған ауылына, Рабатқа», деді келіні күрсініп. «Өзі сөйдеп аманат етіпті ғой». «Рабатқа дейді? Құдайым-ау, оны қайдан есіне алды екен?» Ол Рабатта туған жоқ еді ғой, деп ойлады кенет кейуана көңілі қобалжып. «Апырай, білмейді ғой ол. Мен сол оғанды айтпай осы күнге шейін жасырып келдім. Әлгі баяғыда ауыл сәбіттен алған бір жапырақ қағазға қарап, Рабатта тудың деп ойлап жүргенде. Иә, енді айтқанмен бәрібір кеш. Одан ештеңе өзгермейді. Кім білсін, мүмкін оның Рабаттағы туған ауылым деп бауыр басып кеткен жөн шығар. Ілгеріде бала күнде ажал тырнағынан ашылып қалған сол Рабаттағы нағашылары емес пе еді?» Кенет кейуананың көз алдына бәз баяғы бір сұмдық сурет тағы да елестеп тұра қалды. Құлазыған қу адыр, апа деп шарылдап жылап жатқан, жалп етіп құлап түскен кішкентай қыз, алды-артына қарауға мұршасы болмай егіліп, ботасынан айырылған ару анадай бозап бара жатқан жас келіншек. Бұл кейуана тіршілігінде тірі жанға тіс жарып айтпаған құпия сыры. Өмір бойы соңынан от алып қуып, өкшелеп қалмай келе жатқан бір сұмдық сурет еді. Оны мүлде ұмытуды ойламаса да, пендешілікпен кейде-кейде есіне алмауға тырысар еді. Бірақ бұл сұмдық сурет өңінде оралмаса, түсіне еніп, шыбын жан шырқыратып, азаптап кіне беретінді. Енді міне, сол құпияның соңғы зауал шағы туған секілді.
Иә, зауал ғой бұл, зауал, деді кемпір іштей қалтырап. Сағитжанның қазасы соның зауалы. Осыны ойлауымын екен, кейуананың кеудесі шыбықтай иіле түсіп, жас баланың ойыншық күрегіндей ғана кішкентай арық алақанмен бетін басып, солқылдап жылап жіберді. Қазортқа қарай беттеген қаралы керуен бүйірінде қара жолағы бар пұшы автобустың соңынан ерген машиналар тізбегі жылан ирек жолмен алға қарай жылжып келеді. Апырай, сол бір азапты сапардың шынымен-ақ бүгін арада қанша жыл өткенде тағы да қайталанғаны ма екен? Қағанағы қарқ, сағанағы сарқ болып ауыл үстінде айналып үйлі ұшқан қара құзғынға жемтік көбейді. Ел ішін аштық меңдеді. Кеше кешкісін қазанына қара су қайнатып, аштан ыңырсып жатқан үйдің есігі бүгін азанда мәңгілікке ашылмай қалатын болды. Ауыл маңында шашып жатқан адам сүйектері аяқ басқан сайын ұшырасады. Ерте көктемде айдау жолдың үстінен өткен арбалы саудагерлер үйдегі күміс шашпау лезіктерді айырбастап алған бір қанар қап кебекке соңғы күндері көз салуға да қорқып, балалар жесіндеп нәр сыздаған күйеуі жаңа біразда босаға жақта басы кеудесіне құлап қалғып отырған сияқты еді. Қызы оянып, Тым құрыса басыңға шықтық болып жатсаңшы, деп қасына барса, жанары бір нүктеге қадалған күйі ой дүниеге үн-түнсіз аттанып кетіп жазған. Біраз түк алмекке ешкім келмеді. Кім білсін, ауылдың қақ жартасы қаңырап бос қалған жоқтан соң амансыз жалғыз өзі жанына ерді. Көз жасын көл қылып жүріп, бірге алашаға салып, жүре алмай әкелді де әлде қашан түбін қырғышпен қырнап алған ұраға түсіріп едәуір жүріп ұзап кетеді де қызын күтіп аялдап ешкім қалған жоқ. Ол жақындағанда арып ашып қайғырып жатқан жас келіншек бесіктегі шашы жалбырап, самайынан шүмектеп, тер сұрғалап келе жатқан жас сәбиіне жаны ашиды. Тіпті бір-екі тұста пісірімдей қатты кідіріп, алдына алып құшақтап та отырды. Ақырын ғана басынан сипап, бетінен сүйді. Беті ауған жаққа қаңғып кетпек. Бедірейіп таусылар емес. Өзек жалғап өмірге талға жау етер бірдеңе тапса, көзге таныс келеді, әлі ал егер оған көрінбеді. тағдыр жазбаса, Қайда қарасаң да бұйырған жерде құлазыған қала қу жалғыз неден, төмпешік болып. үнсіз тазарған Қайтсе де, қыраттар. Құдай қосқан Жолаушының қосағынан жақындаған сайын шыбын жаны артық болып қашан түсетін түпсіз егер тұңғиық қарны көже. толық, дені сау, Күн жолаушы жолға шықса, Қазығұрт тауы бірақ күндік жол еді. Қызының әлі құрып, Одан ары биенің келесі сауына дейінгі мезгілде туған ауылы Рабатқа да жетіп қалуға болады. Таяу маңда бұлақ та жоқ Қазығұрттың еді. төбесін бір Таңдайы көру кебе, сол күні шөлдеп аш әрі келіншекке аштықтан арман болды. женген Қолындағы жас нәресте қайта-қайта қыңқылдап жылап, сілесі қайта жетегінде шаша кішкентай отырып, қызы ол енді өзінен сілесі басқа панасы қатар жоқ шашады. сәбилермен айдалады. Қарға Екі атым дүниенің жер ортасында жүзі мұң болып өлім мен бара тірінің жатқан арасында соң қалғанын ымырт түсе сезді. олар бұта Қарақтарым-ай, қандай күйде тап болып, көрінген не оқшау жазығым шалқының бар алдына еді келіп деп паналады. егілді ол амал таусылып. Төңіректен қураған бұта Жаратқан теріп елімізге не от жазып шақты. қалып едік. Кімнен Кебек медет қаладағы тілеймін. құрсаулы Қарғасам кесені алып, кімді қарғаймын. қараңғыда Жаратқан қарманып иеміз жүріп, ме, әлде жайпап сүтін бұлаған сауып су ішіп отырған әкелді. жалғыз ешкіні Жапар салыққа тастың деп алып қуысында кеткен белсенді Кеңесбай бүрісіп мен жатқан Шибіт кішкентай өкілі қызын ме? кебек жібітіп берді. Аспандағы Алланы ма, жердегі Құндақтаулы адамды ма? нәрестесі емшек сұрап, мүлгіген Келіншек жартасты соңғы жаңғыртқан шырылдап күш жылай қуатын бастады. сарп жиып, Түнгі нәрестесін жартас құндақтаған шүберектің не біреуін біртүрлі шешіп алды жын да шайтанның қызының өріп жүрген белін орап, құпия өзі қамалдай бір қырынан жатқан қорқынышты күйі сес арқасына танытады. мықтап таңа бастады. Қара жолдың Содан ой соң шұқырына дірілдеген келгенде әлсіз жеңіл қолдарымен машина жер таянып әрлі-берлі көтеріп, шайқап, бір шақалағын уыс болып отырған көйлегін кейуанаға омырауына салды. басыңызды көтеріңіз, еңсеңіз түсірмеңіз дегендей Тәлтіректе болды. басып алған қарай жүрді. Апа, сабыр Сары етіңіз, аурудай деді сазарған қасында келінін күздің ақ қатып. мұнар кіреукелеген Өзі шығармақ қабілетсіз отыр дейсің. күні қақ Бірақ шекеден сөйтсе де сұғын қадап кәрі анаға аш жаны арық ашып адамның жұбатып әл отырғаны дәрменін да. құртып басын айналдырды. Кейуана Құлазыған жаулығының ұшымен көзінің алдырдағы жасын қураған сүртіп, шөптің басын қатқыл көтеріп, сабағы жан-жағына көз тірсегін сала бастады. тілгілеп, Жаз қанталап ортасына жетпей жіберген. ақ шөбі сарғайып, Ескі қуаң кебісінің тартқан табаны сары ағада қақырап сол сөгіліп, баяғы жүресін оқиғаны сай берген есіне соң салып, жолға өзек жарар шешіп тастап кетті. қайғылы күй шетір Енді жатқандай. міне, қияға өрмелегенде жалаң аяқ табанына қиыршық тас батып, жолсыз жерде шөнге қадалып келеді. Бірақ оның бәріне де көнеді, төзеді ғой. Тек әйтеуір өзіне үміт артып, өзегін жарып шыққан бейкүнә екі перзентін Рабатқа тірі жеткізе алса болғаны. Арқасында қыз үн қатпайды.
сәл тоқтап тыңдап көруге де мұршасы жоқ. Есіл-дерті киелі таудың төбесінен бір көріп тоқтау. Соны көрсе, бойына күш-қуат батып, тыйып сала берді. Бірақ оған әл-ауқаты жетпеді. Жолай кезіккен қыз бұрын мұндай ғана жіңішке бұлақ жағасына келгенде тізесі бүгіле берді. Қызын жерге түсіріп, еңсесін жазды. Суды көргенде, «Апа, су ішем» деп тіл қатты. Сол жерде қыз бұрын мұндай ғана жіңішке жылғаның жағасында отырып, олар тағы да қара суға кебек жібітіп, жүрек жалғады. Бойға қуат болар деп бұл жолы өзі де қарбытып жеді. Тоқ адам тіктеп қарудан намыс көретін саркідір кебек кермет болып көрінді. Өз қатанның түбінде енді қос уысқа толар-толмас қана кебек қалды. Осы сәт күн ұясына қонып, төңіректі қараңғылық тұмшалай бастаған. Келіншек жылғаның жағасынан қонып шықпақ болды. Ішіне ептеп ел қонған соң, сыз жерге бауырын төсеп, ұйықтап қалған қызын көтеріп әкеп, сары шөбі ұйысқан жерге жатқызды. Нәрестесін ортаға алып, өзі де сол жерге қисайды. Үстіндегі желеткесін шешіп, сәбилердің үстіне жапты. Күздің желкен түні бойы тоңазытып, көпке дейін көз іліндіре алмай жатты. Қай-қайдағы қорқынышты ойлар масадай ызыңдап кетпей қойды. Бүйтіп жүріп Рабатқа жете алмаймыз-ау. Айдалада қаңғырып өлетін шығармыз. Сүйегіміз шашылып, қарға құзғынға жем боламыз ба, деп ойлады.